Дейл Карнеги. Қалай уайымды тоқтатып, өмір сүре бастауға болады? Бұл өмірдегі уайым мен мазасыздықты жеңіп, бақытты өмір сүруді үйрететін практикалық нұсқаулық. Кітапта автор шынайы оқиғалар мен өмірлік мысалдар арқылы адамды күнделікті күйзелістен арылуға және ішкі тыныштыққа қол жеткізуге шақырады. Негізгі мазмұны мазасыздықтың зияны. Карнеги мазасыздықтың адам өміріне зиянды екенін түсіндіреді. Ол денсаулыққа кері әсер етеді, энергияны азайтады және бақытты болуға кедергі жасайды. Маңызды қағида: уайым ештеңені шешпейді, керісінше мәселені күрделендіреді. Мазасыздықтан арылу бақытты өмірдің басты қадамы. Бүгін мен өмір сүріңіз қағидасы. Карнеги мазасыздықты жиі өткенді ойлап немесе болашақты уайымдаудан туындайтынын айтады. Ол бүгінгі күнмен ғана өмір сүру принципін ұсынады. Кеңес: өткенді артта қалдырыңыз, оны өзгерту мүмкін емес. Болашақ туралы аз уайымдаңыз, оның келуіне әлі уақыт бар. Қазірдің өзінде бар нәрсеге назар аударыңыз. Мазасыздықты жеңудің 3 қадамы. Мазасыздықты жеңу үшін Карнеги қарапайым, бірақ өте тиімді әдісті ұсынады. Бірінші, мәселені нақты анықтаңыз. Мазасыздықтың себебін нақты түсініп, оны қағазға жазып шығыңыз. Мәселені шешудің барлық мүмкін жолдарын табыңыз. Әрбір шешімді тізіп, оны бағалаңыз. Ең жақсы шешімді қабылдаңыз. Белгілі бір шешім қабылдағаннан кейін, оны жүзеге асыруға кірісіңіз және басқа ештеңеге алаңдамаңыз. Нашар сценарийді қабылдаңыз әдісі. Егер сіз бір нәрсе үшін қатты алаңдасаңыз, ең нашар не болу мүмкін екенін елестетіп көріңіз. Осы жағдайды қабылдаңыз. Содан кейін оны жақсартуға тырысыңыз. Мысалы, егер жұмыс орнында қателік жіберсеңіз, ең нашар жағдай жұмыстан босату болуы мүмкін. Егер сіз осыны қабылдасаңыз, уайым азаяды, ал шешім табуға назар аударасыз. Өзіңізді жұмысқа бағыттаңыз. Карнеги бос уақыт мазасыздықтың басты себептерінің бірі екенін айтады. Егер сіз бос отырсаңыз, ойыңыз әртүрлі мәселелерге толады. Кеңес: өзіңізді пайдалы жұмысқа бағыттаңыз. Жаңа дағдыларды үйреніңіз, спортпен шұғылданыңыз, немесе хоббиіңізбен айналысыңыз. Ризашылықтың күші. Ризашылық мазасыздықтан құтылудың күшті құралы. Күн сайын өміріңіздегі жақсы нәрселер үшін алғыс айту сіздің көңіл күйіңізді жақсартады және позитивті энергияны арттырады. Карнегидің кеңесі: әр кеш сайын өміріңіздегі 3 жақсы нәрсені жазып отырыңыз. Бұл әдет сіздің ойыңызды позитивті бағытқа бұрады. Мазасыздықты болдырмау қағидалары. Шаршаудың алдын алыңыз, дем алыңыз, өз денсаулығыңызға мән беріңіз. Көп ұсақ түйекті уайымдамаңыз. Өзіңізге: бұл мәселе 1 жылдан кейін маңызды бола ма деген сұрақ қойыңыз. Мәселелерге шынайы көзқараспен қараңыз. Олар сіз ойлағандай қорқынышты емес болуы мүмкін. Кешірімді болыңыз. Басқаларға деген реніш пен ашу мазасыздықты күшейтеді. Кітаптағы мысалдар. Кітапта Карнеги адамдардың нақты оқиғаларын келтіріп, мазасыздықты жеңудің жолдарын түсіндіреді. Мысалы, бір әйел мазасыздықтан ауруға шалдығып, өміріне ризашылық білдіру арқылы қайта сауығып кеткен. Бір кәсіпкер нашар сценарийді қабылдау арқылы қаржылық мәселесін шешкен. Қорытынды: бұл кітап уайым мен стрессіз өмір сүрудің, қиындықтарды жеңудің және ішкі тыныштыққа жетудің практикалық нұсқаулығы. Карнегидің кеңестері өмірдің кез келген саласында қолдануға болатын қарапайым, бірақ тиімді тәсілдерді ұсынады. Негізгі идеялар: уайымнан арылу үшін өткенді артта қалдырып, бүгінмен өмір сүріңіз. Проблемаларды нақты анықтап, шешімдер қабылдаңыз. Өмірге ризашылықпен қарап, ұсақ мәселелерге алаңдамаңыз. Есіңізде болсын: уайым сізді өмірден алыстатады. Оны тоқтатып, толыққанды өмір сүріңіз. Карнегидің қағидаларын қолдану арқылы сіз тек уайымнан құтылып қана қоймай, сонымен қатар бақытты, тиімді және өз-өзіңізбен үйлесімді өмір сүре аласыз.